Сабағымыздың тақырыбы қоғамдық саяси ойдың бастауы және дамуы. Сабағымыздың мақсаты ежелгі және орта ғасырлық Қазақстанның тарихи тұлғаларының қоғамдық саяси идеяларын анықтау, Қазақстанның дамуына қоғамдық саяси ойдың тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау. Бағалау критерийлері: тарихи тұлғалардың қоғамдық саяси бағыттағы ойларын анықтайды. Әл-Фарабидің философиялық көзқарастарын зерттейміз. Тірек сөздер: ежелгі түркілер, сопылық суфизм, мәңгілік ел, прототүркі тегі бір түркі тайпалары, анахарсиз, сақ ғұламасы. Ежелгі және орта ғасырларда әлеуметтік саяси ойдың қалыптасуы мен дамуы. Қазақстан аумағында алғашқы мемлекеттік құрылымды біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырларда сақ тайпалық одақтары қалыптастырды. Сақ мәдениеті адамзат өркениетінің ғажап жетістіктеріне жатады. Есік қорымнан табылған күміс табақша осының куәсі. Аға саған ошақ, жауым түзебік, халқым тоқ болғай деген жазудың өзі сақ тайпаларының патшалық билігінен мағлұмат беріп тұрғандай. Біздің заманымыздың 6 ғасырынан түркі кезеңінен басталып, ұлы далада түркі дәуірі дәуірледі. Моңғол шапқыншылығынан соң Шыңғыс ханның ұрпақтары қалаған хандықта өмір сүріп, Қазақ хандығының құрылуына алып келді. Келешекте оны ғасырлар мен мыңжылдықтар бойы көздің қарашығында сақтап, мәңгілік ел идеясының болашақтың бағдаршамы ретінде ұсынатын боламыз. Ұлы дала ойшылдарының қоғам мен мемлекет туралы пікірлеріне тоқталып өтсек: Анахарсис сақ ғұламасы, Гнур патшасының ұлы, Афина қаласына Салон өмір сүрген кезде келіп, Салонмен және тоқсармен кездесіп өмір сүрген. Анахарсис біздің заманымыздан бұрынғы 7-4 ғасырларда өмір сүрген. Тарихта Скиф Анахарсис деген атпен әлемге танылған философ. Ол әділ өмір сүру үшін жақсы заңдардың болуы жеткіліксіз дейді. Заңды әділ қорғаушылар керек деген ой түйеді. Қызғаныш пен қорқыныш адамның ең жаман қасиеттері деген екен. Өде шанюге тоқталайық. Ел басқару ісінде реформалар жүргізіп, оның мемлекетін бір орталыққа біріктірген адам. Жер ол мемлекеттің негізі. Оны қалай береміз деп атқа қонып, білектің күшімен, найзаның ұшымен елін қорғап ұрпағына аманат еткен. Күлтегін: өлімші халықты тірілттім, жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым деген жолдарынан түпкі мақсаты ел бірлігі екенін аңғаруға болады. Түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым, қызыл қанымды төктім, қара терімді ағыздым, күш қуатымды аямадым деген сөздерінен ел үшін аянбай қызмет қылғанын байқаймыз. Күлтегін мен Тоныкөк батыс түркі тайпаларының басын қосуда еткен еңбегін ерекше бағалауға болады. Қорқыт ата 8 ғасырда сыр бойында өмір сүрген Қорқыт ата ежелгі түркілердің көрнекті ағартушысы, ойшылы, ақын әрі сазгер, күйші, тарихта ерекше рухани ес қалдырған, халық даналығын жинаушы. Өзінің философиялық толғамдарында өмір мен өлім мәселесін көтереді. Мәңгі өлмеудің жолын қиялмен іздестірген. Қорқыт ата мұрасындағы адам мәселесі, оның өмір сүру қағидалары, мақсат-мұраттары және қоғам мен ұлттық болмыс хақындағы әлеуметтік тұрмыстық толғаныстарына алып келеді. Қорқыт атаның мына бір нақыл сөздеріне тоқталып кетсек: қыз анадан көрмейінше өнеге алмас, ұл атадан көрмейінше сапар шекпес. Ұлдың күні қараң, ата өлік мал қалмаса, ата малына не пайда, баста дәулет болмаса. Халқының болашағы жалпы адамгершілікке, құндылықтар мен қасиеттерді сақтау, тәлім-тәрбие беру, ата салтын қастерлеу, құрметтеу мәселелері жөнінде ой толғайды. Енді ғұлама ғалымдарымыздың біреуі Әбу Насыр әл-Фараби. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған, батыс пен шығысты біліммен бас идірген Әбу Насыр әл-Фараби түркі тайпасының әулетті отбасында дүниеге келген. Руы Қаңлы Қыпшақ тайпасынан. Отырар қаласында 870 жылы дүниеге келген. Әкесі әскербасы болғандықтан жас Мұхаммедтің де жаугершілік соғыс өнерінен хабары болған. Араб тарихшысы Ибн Халиканың жазуы бойынша әл-Фараби 70-ге жуық тіл білген дейді. Әсіресе түркі тілін, араб тілін, парсы, грек тілдерінде меңгерген. Жалпы әл-Фараби кім болған? Математик, физик, астроном, медицина зерттеушісі, әдебиет зерттеушісі, ақын, музыка зерттеушісі, психолог,
философ болған екен. Әбу Насырдың еңбектеріне тоқтала кетсек, бір-екеуіне тоқталып кетейін бұл жерде. Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, бақытқа жол сілтеу, болмаса азаматтық саясат. Бұл еңбектерді өздеріңіз көріп отырғандай, бұл еңбектерде жалпы қоғамдық мәселелер түгел қозғалған. Әл-Фарабидің саяси философиясы бақыт мәселесі, неде жан-жақты зерттейді. Адам бақытқа бара жолды ізгіліктен, даналықтан, асыл мінез-құлықтан, кеселдер мен жамандықпен және надандықпен күресуден көреді. Әл-Фарабидің армандаған қайырымды қала тұрғындары атты трактатында адамдар бақытқа тек өзгелерге көмектесу арқылы ғана жетеді. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Қаншама ғасыр өтсе де ғұламаның ойлары әлі күнге құнын жойған жоқ. 2020 жылы ЮНЕСКО-ның қолдауымен Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы аталып өтті. Әл-Фарабидің мінсіз қоғам туралы утопиялық іліміне тоқталатын болсақ, Платон ілімінен алшақтай отырып, мемлекет пен билеуші туралы сындарлы ілім, ізгілік қаласы туралы ілімді жасады. Шынайы және жалған игіліктердің түрлері бойынша қалаларды ізгілік, надандық, кеселдер мен кемшілік иеленген қалаларға бөлді. Ізгілік қаласында бейбітшілік, келісім, өзара көмек, адамдардың мейірімділігіне керемет өмір патшалық құрады деп есептеді. Әбу Насыр әл-Фарабиге ерекше тоқталып отырған себептерінің бірі 2020 жылы ЮНЕСКО-ның қолдауымен Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы аталып өтті. Әлем мойындаған ұлы ғұлама, ғалымның еңбектерінің құны мәңгілік өсиет іспеттейтіндей көрінеді. Жас ұрпақ, мына біздер, сіздер де Әбу Насыр аңсаған адал, әділ қоғам құрып, бейбітшілікте өмір сүру сіздің біздің міндетіміз деп білемін. Әл-Фарабидің идеялары жалпы адамзаттық сипатқа ие. Біз халыққа ғана емес, қазіргі заманғы бүкіл өркениет үшін маңызды, адамдар бір-біріне көмектесу арқылы ғана қол жеткізуге болады дейді бақытқа. Қазіргі таңдағы пандемия жағдайындағы қоғам осыған дәлел. Әл-Фараби былай деген екен: маған жастарыңызды көрсетіңіз, мен сіздердің қандай мемлекет болатындықтарыңызды айтып берейін деген екен. Қазақстанның болашағы Әл-Фарабидің әділ, мейірімді, мақсатқа ұмтылғыш қоғам құру мына сіздердің қолдарыңызда деп білемін. Бүгінгі сабағымызды осы Әл-Фарабидің керемет сөздерімен аяқтағым келеді. Білім алушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін тапсырмаларға келсек. Бірінші тапсырма, сіздерде тест тапсырмасы берілген. Мұны орындауға 30 секунд уақыт беріледі. Сіздерден талап етілетін жылдамдық. Бірінші сұрақ: түркі тілдес сайпалардың бір-біріне жақындығын зерттеген белгілі ғұлама. Екінші сұрақ: Қорқыт ата кітабы мен Оғызнама дастанының қағазға түсе бастаған уақыты. Үшінші сұрақ: түркі жазба әдебиетінің көне ескерткіші. Төртінші сұрақ: Әбу Насыр әл-Фараби Отырар қаласында қай тілде білім алған? Араб, қыпшақ, Иран, Қытай, парсы. Қайсысын таңдар едіңіз жауаптардың? Бесінші сұрақ: белгілі ғалым, әлемнің екінші ұстазы әл-Фараби өмір сүрді. А. 870-950 жылдары, В. 870-960 жылдары, С. 870-970 жылдары, Д. 970-1010 жылдары, Е. 1011-1025 жылдары. Егер орындап болсаңыз, дұрыс жауабына көшейік. Тексеріңіздер. Тест жауабы: 1С, 2А, 3А, 4А, 5А. 5 жауабында дұрыс белгілеген білім алушы өте жақсы. Екінші тапсырма, салыстырыңыз. Екінші тапсырмаға келсек, салыстырыңыздар. Әл-Фараби армандаған қала, қазіргі заман қаласы. Айырмашылығын айтыңыздар. Бұл салыстыру тапсырмаларын ұғындау үшін сіздерге қосымша мәліметтерді пайдалану керек. Бұл тапсырмаларда сіздер екінші, үшінші тапсырмаларды орындап, жоғарғы деңгейлігі, жоғарғы бағаны алуға болады.
Үшінші тапсырмада сіздер картамен жұмыс жасайсыздар. Әл-Фарабидің Дамаскіге дейінгі жүріп өткен жолын картадан белгілеңіз. Қандай қиыншылықтар бастан кешуі мүмкін? Шағын эссе жазыңыз. Бұл жерде де сіздер қосымша мәліметтерді пайдаланыңыздар. Білім алушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сабақ барысында ара ұяшық әдісін пайдалана отырып, кім, не, қайда, қашан, себебі не деген сұрақтарға жауап беру арқылы сабағымызды жинақтаймыз. Және кері байланыс арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді ұсыныңыздар. Бүгінгі сабақтан менің түсінгенім, менің білгенім, менің болашақта білгім келеді деген сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Оқу тапсырмалары. Орта ғасырлық қоғам мен қазіргі қоғам даму эволюциясы. Салыстыра отырып есте жазыңыздар. Білім алушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау боп тұрыңыздар.